Сәлеметсіздер балалар, әдебиеттік оқудан біздің бүгінгі тақырыбымыз осындай да ғажап бар. Ендеше мына суретке назар аударайық. Бұл суреттен біз нені көріп тұрмыз? Дұрыс айтасың, арыстан мен қозы. Арыстан мен қозы туралы болмақ біздің бүгінгі тақырыбымыз. Ендеше мән беріп мұқият тыңдаймыз. Қозы туралы болмақ. Мәтінді түсініп оқы. Бірде арыстан тұрған тордың ішіне жаңа туған қозыны әкеліп тастады. Түк білмейтін жаңа туған қозы арыстаннан қорқудың орнына оның жанына жақын барып, үсті басын иіскелеп мазасын алады. Арыстанды өзімнің енем деп ойласа керек. Мұны көрген аң патшасы жас қозыны бас салып жеудің орнына аңқиып тұрып қалды. Ал қозы болса, одан әрі еркінси сүйкені тоқтар емес. Қайта оған жабысып, жақындай түсті. Айбатты арыстан жас қозының сүйкімді сәби қылығына қайран қалғандай, тәкаппар ұлылықпен, әрі іштей бір бейкүнә жылылықпен қайта-қайта қарай береді. Оны жей салуға батылы жетпеді. Сөйтіп аш арыстан еріксіз көзін жұмып қалғып кетті. Леонардо да Винчи аударған Әубәкір Нілібаев. Ендеше сендерге тапсырма. Мына сұраққа ойланып жауап беру керек. Берілген мәтінді жалғастырып көрейік. Бір ғажап ел болыпты. Сол елде қасқыр мен қой, арыстан мен қозы бірге жүріпті. Түлкі мен тауық бір қорада тұрыпты. Көгершін мен қаршыға бір ұяда жұмыртқалапты. Айтыңдаршы, осындай ел болу мүмкін бе? Ойланып жауап береміз балалар.